Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін 10 минутта дайын болатын пицца пісіретін боламыз. Дайындалу өте оңай, бір жасағаннан кейін жасай бергіңіз келетін болады. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Салмасын өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Тек қана қызанақ немесе етпен, көкөністермен істесеңіздер болады. Мен шұжықпен істейтін боламын. Шұжықты және ірімшікті мен 4 бұрышты етіп турадым. Ірімшікті үккіштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Және мен тағы қосымша қызанақты да қосқан болатынмын. Оны да 4 бұрышты етіп турап алдым. Енді қамырға көшетін боламыз. Алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне майонезімізді саламыз және қаймағымызды салып араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне ұнымызды қосып, тағы да жақсылап бір текті масса болғанша араластырамыз. Мінекей бізде осындай қоймалжың масса шығуы керек. Енді қазанымызға майымызды құйып, үстіне қамырымызды салып, осылай қасықпен жайып шығатын боламыз. Қамырды өзіңіздің қазаныңыз егер кішкентай болса, 2-ге бөліп пісірсеңіз болады. Ал егер үлкен болса, онда бір пицца жасасаңыздар болады. Мінекей толық барлығын жайып шықтық. Енді үстіне кетчуп салып, тағы да жақсылап жағап шығамыз. Немесе томат салсаңыздар да болады. Кетчупымызды жағып болғаннан кейін үстіне кезегімен салмамызды салатын боламыз. Мен бірінші қызанақты салдым. Одан кейін шұжық және ірімшігімізді салып, жай отта пісіретін боламыз. Қазанымыздың қақпағын жауып қоямыз. Осылайша 10 минутқа қоямыз. Мінекей біздің пиццамыз пісті. Бұл пиццаны салқын күйінде де, ыстық күйінде де ұсынсаңыздар болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бір жегеннен кейін өзіңіз де жасай бергіңіз келетін болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да қызықты оп-оңай рецепттер шығаратын боламын.